Мен де естігем бұны. Мен айтайыншы. Мен бұны ойлайсыңдар ма? Шындыққа жанайды деп ойлаймын. Жоқ, мен наоборот, короче. Ана футболисттер уже атақты болған кезде жанында адамдар келеді ғой, короче, брендті прокачивать ететін. И саған давай легенда, короче, бір не істейік жаңағындай, придумать етейік, ойластырайық. И осы легенда, короче, бір давай осындай бірдеңе болды кішкентай кезінде. Потому что ертең халыққа неге қызық болады да, о, деп неше түрлі әңгімелер айтады депші. Мен былай ойлаймын. Тупо ғой просто. Жоқ, мен былай ойлаймын. Скауттар келіп, кім көп гол соғады деп айтқан кезде, вратар, брат, демейді шығар ана жерде, брат, қалай, мен шаш жоқ қой менде деп, защитниктер әңгіме айтпайды ғой. Бұл жерде енді Роналду типа көп гол салған ол матчта. Просто дос көбірек пас бергенде и сондай легенда шығара салған. Мне кажется, короче, мынандай вариант қараңдар. И ол жерде шын емес и шынға бір варианттар бар. Шын емес дегенге, короче, андай ғой. Бля, ну если типа анау в порядке болса мықты, типа Роналду мықты, оны по-любому алатын еді ғой, типа андай. Сен бір голға аз соқтың деп, наоборот, екі топовый игрок болса жақсы ғой. А шын дегенге, может, чуть просто преувеличенная история шығар бұл. Мен айтып тұрмын ғой, типа бір пасты, мысалы үшін 4-5 жеңгенде, 5-ші голды салатын кезде, Роналду там 2 гол салды, 5-ші голды салатын кезде, Роналдуға пас беріп, сөйтіп, сондай бірдеңе болғанда. Просто андай, мысалы андай ғой. Кішкентай кезде ол тұрады, мысалы Роналдуға 4 голевой передача беру мүмкін. И бәрі айтады, Роналдуға 4 голевой берді деп. А бірақ Роналду қатты мықты ғой. Оған любой пас бер, он может сам гол придумать, а по факту ол голевой саналады да. Так что осы тиктокта көрдім ғой сол типа самый лучший ассист в истории футбола деп, короче. Естайтын екеуін сөйлейді. Негізі ондай историяларға көп. По факту бар ғой, анау бізде де болды ғой Қазақстан футболында. Екі адам, короче, просмотрға келген, главный тренердің кабинетіне кірген, короче. Сен бойың ұзын, сен аламыз деген ғой, короче. Типа по факту сондай болған да, реальный историяны кімдерде. Нүсіп бар, короче, сол Нүсіптерде. Тура сондай история болған. И прикинь, андай да болуы мүмкін да. Мүмкін, бұл отрицать ете алмаймыз ғой. Роналдудың өзі я жоқ демесе. Роналду көріп комментарий жазып кетші рас.